Банктер мемлекеттен аз пайызбен жүздеген миллиард теңге қарыз алған. Содан жағдайлары түзеліп, жыл сайын қыруар қаржы пайда көріп келеді. Ал оларға қарызды қайтаруға ұзақ уақыт берілген, тек жыл сайын 4% ғана үстеме ақы төлейді. Содан жағдайлары түзеліп, жыл сайын қыруар қаржы пайда көріп келеді. Ал оларға қарызды қайтаруға ұзақ уақыт берілген, тек жыл сайын 4% ғана үстеме ақы төлейді. Соңынан негізгі қарызды бөлмей жармай, бірақ қайтару тиіс. Дегенмен биыл мемлекет басшысы банктерге қарызды мерзімінен бұрын төлеу туралы ескерткен, себебі банктер алған қарызынан еселенген көлемде пайдаға кенелді. Қарызды ертерек қайтаруға шамалары жетіп артады. Бірақ банктер қарызды қайтаруға асығар емес. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы бұл мәселені жиі көтеріп келеді? Қарызды қайтаруға еш асықпай жүрген банктердің бірі Еуразиялық банк. Порталдың биыл бізге дымда жоқ. Еуразиялық банк қарызды қайтаруды неге сағызша созып жүр деген тақырыппен берілген материалында банктың қарызды ертерек қайтаруға құлқы жоқ екені былайша келтірілген. Еуразиялық банк акционерлік қоғамының үлестірілмеген кірісі 311,5 миллиард теңгеге жетті. Банк мемлекет алдындағы 150 миллиард теңге қарызды оңай қайтара алады. Бірақ бекітілген график бойынша 2032 жылы ғана қайтарса, теңгенің құнсыздануымен жылдық инфляцияны есепке ала отырып, баланстағы құны небәрі 66,5 миллиард теңге болып шықпақ. Банк ондай тиімді жолдан бас тарта ма? Өткен аптада банк көп сарапшылар күтіп отырған өзінің 2024 жылғы аудиттелген есебін жариялады. 2023 жылмен салыстырғанда қаржы ұйымының таза кірісі сәлде болса азайған. Еуразиялық банктың таза кірісі 82,7 миллиард теңгеге жетті. Бұл 2023 жылғы қаржылық нәтижеден шамамен 13 миллиард теңгеге аз. Себебі банктың проценттік шығыстары ұлғайып кеткен, онымен бірге әкімшілік шығындары да кәдімгідей артыпты. Банк акционерлері көп дивиденд алып жатпағандықтан үлестірілмеген кіріс 311,5 миллиард теңгеге жетті. Неге? Дерек көзінің айтуынша, мемлекеттік қарызды ерте қайтару бойынша акционерлердің өз ішінде нақты ауыз біршілік жоқ. Еуразиялық банк, Еуразиялық қаржы компаниясы акционерлік қоғамына бағынышты саналады. Ал бұл компанияның үлесін 33,3% паритетпен Еуразиялық олигархтар үштігінің өкілдері, яғни Машкевич, Шадиев пен Ибрагимовтың адамдары ұстап отыр. Шухрат Ибрагимов мемлекеттік қарызды ерте қайтаруды жақтаса, қалған екеуі асығудың қажеті жоқ. Теңге құнсызданған 2032 жылдары графикке сай қайтарамыз деген ұстанымда. Графиктен алға озбай қарызды ең артынан берсе, банктың біршама ұтары сөзсіз. Есесіне Машкевич пен Шадиевтің өкілдері қанша тырысса да, Шухрат Ибрагимов Еуразиялық банкты Тимур Турловқа саттырмай қойды. Тіпті азаматтық сотқа жүгінуге дейін барған. Осы банк пен ERG призмасынан біз әкелері дос болып келген олигархтар үштігінің ішінде үлкен сызат пайда болған байқаймыз. 2017 жылы Еуразиялық банк акционерлік қоғамы қаржылық тұрақтылығын жақсарту үшін мемлекеттен 4% мөлшерлемемен 15 жылға 150 миллиард теңге алған болатын. Кестеге сай, банк негізгі қарызын 150 миллиард теңгені 2032 жылы бір төлеммен қайтаруы қажет. Ол аралықта әр жыл сайын 6 миллиард теңге процент төлеп тұрады. 8 жыл ішінде банк мемлекетке сыйақы ретінде 48 миллиард теңге төлеген. 2032 жылға дейін тағы 42 миллиард теңге береді және сол қаржыны 150 миллиард теңгені толық аударады. Сонда 15 жылда 150 миллиард теңгені 240 миллиард теңге қылып қайтарып беруі қажет. Осы жылдың басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев банк акционерлері қарызды мерзімінен бұрын қайтарсын деп талап қойған. Банктердің көпшілігі бұл талапқа құлақ аса қоймады. Еуразиялық банк акционерлік қоғамының басқармасы да мемлекет басшысының сөз жүзінде айтқанын емес, өздері қол қойып, іс жүзінде заңды болып тұрған кестені орындауға құлықты сияқты. Бірақ оған президент көне қояр ма екен?
Жалпы қарыз банктер жайлы мәлімет бере кетудің реті келіп тұр. Биылғы жылдың басында портал бұл мәселені жау емессіңдер, бірақ банк қожайындарына неге тықыр таяна бастады деген тақырыппен берілген материалда көтерген еді. Онда былай делінген: 8 жыл бұрын мемлекеттен көмек алған банктер биыл осы қаржыны уақытынан бұрын қайтаруға барын салмақ. Неге дерек көзі кем дегенде 2 банк акционерінің президенттің кешегі ескертуінен кейін осындай шешім қабылдағанын жеткізді. 2017 жылы қаржылық тұрақтылықты арттыру бағдарламасы аясында 6 банк, оның ішінде Еуразиялық банк, Центр кредит банкі, Нұрбанк, банк РБК, АТФ банк пен Цесна банк мемлекеттен 700 миллиард теңге көмек алған болатын. Бұл қаражат банктерге 15 жылға берілді. Қазір олардың табысы артқандықтан мемлекет тарапынан қаржыны уақытынан бұрын қайтару бойынша талаптар көбейіп келеді. 2023-2024 жылдары жоғарғы базалық ставканың арқасында банктер мол табысқа кенелді. Мысалы, 2024 жылы банктердің таза кірісі 2,2 триллион теңгеден асқан. Бұл абсолютті рекорд. 2024 жылдың 11 айы бойынша банктердің активтері 15,1%-ға өсіп 59 триллион теңгеге жетті. Соңғы 4 жылда банктердің активтері кем дегенде 2 есеге көбейген. Депозиттер базасы 13,3%-ға ұлғайып 40 триллион теңгені құрады, ал кредиттік портфель 35 триллион теңгеге жетіп отыр. Осы кредиттердің басым бөлігі жеке тұлғаларға тұтынушылық несие ретінде берілген. Экономикаға тартылғаны бар жоғы шамамен 12 триллион теңге. Үкіметке банктердің экономиканы қаржыландыруға құлықсыз екені ұнамайды. Мемлекеттің ең көп қарызы Жусан банкте жатыр. Биыл аталған банкте қордаланған үлестірілмеген кіріс көлемі 500 миллиард теңгеге жетті. Кемінде оның 300 миллиард теңгесін Жусан банк мемлекетке қайтара алады. Сонда қалған қарызы шамамен 400 миллиард теңгені құрайтын еді. Алайда банк қожайыны Ғалымжан Есенов жұмған аузын ашпай отыр. Мемлекетке рахмет деп бір ауыз сөз айтпады. Өз кезегінде РБК банкі мемлекетке кемінде 214 миллиард теңге қарыз. Кешеден бері РБК банк қожайыны Владимир Ким мен Центр кредит банкының қожайыны Бақтияр Байсейітов қарыздың қомақты бөлігін мемлекетке биыл қайтару жолдарын қарастыра бастады дейді неге дерек көзі. Тіпті банктың өзінде ол әсіресе РБК-ға қатысты қарыз қайтаруға резервтер жетпей жатса, оны акционер басқа компаниялардан тартуы мүмкін. Банктер жаңа Қазақстанмен жауласуға дайын емес. Сондықтан президенттің биылғы репликасына кемінде орындап жатқандай түр байқатуы керек. Келесі аптадан бастап қарыз қайтаруды қызу орындап жатқандай түр көрсету кезеңін көретін боламыз. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.